Ол жұмыс бабымен жиі іс сапарға кетеді. Басқа қалаларда жүреді. Ал мен болсам көп нәрсені байқамай, үндемей жүрем. Балаларымыз үшін түсінесіз ба? Шыдайым, қайтем. Сонда сіздер бірге тұрасыздар ма? Ол үйде көп болмайды. Бірақ ажырасу жайында ешқашанда сөз қозғамаған еді. Мен оның осылай жоқ болып кететініне үйренгем. Бірақ осы жолы мүлдем хабарласпай кетті. Таныстарым оның көңілдесі барын айтты, түсінесіз бе? Сол үшін артынан іздеп келдім. Шынымды айтсам, мен бұл туралы білген жоқпын. Ол маған 5 жыл бұрын ажырасып кеттік деген. Балалар жайында айтты ма? Иә. Ақшалай көмектесіп тұрам деді. Ал сізбен ұрыс керіссіз. Ажырасып кеттік деген. Сіздің оған деген ойыңыз қандай болды? Мен ажырасқан келіншек. 2 балам бар. Мен сіздің жағдайыңызды жақсы түсініп отырмын. Бірақ мен ешкімнің отбасын бұзғым келмейді. Демек, шынымен де ойыңыз болған ба? Енді оның маңызы жоқ. Біздің арамыз ештеңе болған емес. Болмайды да. Барлығын ашып айтқаныңыз үшін рахмет. Мұндай адамның әйелі болу өте қиын. Осы қылығым үшін сізден кешірім сұраймын. Мен бұлай болады деп ойлаған жоқпын. Олжас маған сондай адал, жақсы жігіт болып көрінді. Жоқ. Сіз мені кешіріңіз. Үйіңізге баса көктеп кіргенім үшін. Сау болыңыз. Бұл сіздің өмірде қойған мақсатыңыз. Әрине, кесте, кезекшілік, жоспар, оның барлығы маңызды. Бірақ біздің компаниямыздың басты қағидасы ынтымақ, бірлік, адал ниет. Кешіріңіз, сіздің балаларыңыз бар ма? Жоға, қойыңызшы оған әлертеді. Ал жасыңыз нешеде? Мына жерде жазылған екен. 26 жас. Демек, тұрмыс құрмағансыз. Иә. Керемет. Неге? Енді күйеуіңіз болса, үйдің бітпейтін шаруалары бар дегендей. Ешқандай алға даму жоқ. Ал қазір басыңыз бос, қызметте де тез көтеріле аласыз. Ол неге байланысты? Ол тек өзіңізге байланысты. Тілеутай, кешіріңіз. Мұнда дәлізде немене Ғайша? Сіз шыға тұрыңызшы. Сен мұнда не істеп жүрсің, Ғайша? Мына қыз шықпаса, өз обалың өзіңе. Аға, бұл қалай кірді? Күзет шақырсаңшы. Енді біздің қызметкер. Не керек саған? Міне, Не бұл? оқ. Бұл сенің балаңның алғашқы бейнесі. Әзірге әріп түрінде ғана жазылған.
егер қол қусырып отыра берсең, ертең ақ іштегі бала жетіліп шығады. Бұл жерде бала менен екені жазылмаған. Ал оны дәлелдеу оңай. Кез келген ауруханаға барып, ДНК тестін жасатуға болады. Есің дұрыс па сенің, Қайша? Тек талдауға материал болса болды. Не істеп тұрсың сен? Қайша, оның не? Оның не, Қайша? Өзіңнің балаң екенін білесің. Айтшы, менен не қалайсың? Саған үйлен демекшісің бе? Ол арманыңа жете алмайсың. Сенен маған ештеңе керек емес. Тек түсік жасатуға ақша берсең болды. Бірде бір тыйым бермеймін. Көрінгенмен жүріп. Соны мен төлеуім керек. Сараң неме, ол 50-ақ мың теңге тұрады. Бір тиын да бермеймін. Мұқанаға алып кетсеңізші мынаны. Тілеутай, мен саған әлі кім екенімді көрсетемін, түсінің ба? Мен кім екенімді білмей жүр екенсің. Тұрып кет алға. Енді керетін болсаң, мен сені сотқа беремін. Қайша. Жылы яңа қонбайсың ба бозторғайым, даланы менде сүйемін сені. Сәлем. Мен өзім барам. Түсінбедің? Қайда барасың? Енді екеуміздің жолымыз екі бөлек. Сәтбекке бірге барамыз деген жоқпыз ба? Бірге емес, өзім барам. Түсінбедің, дұрыстап түсіндіріп айтшы. Не болды? Шынды айтшы. Осы сен не ойлағаның бар? Ерте ме кеш пе шындықтың беті ашылады. Сен не айтып кеттің? Мен не айтып тұрғанымды сен жақсы білесің. Сені күтіп отырған балаларыңды айтам. Мен саған оның бәрін әу баста айтқан жоқпын ба? Иә. Ал сені жер көктен іздеп жүрген әйелің ше? Саған біреу хабарласты ма? Күйеу жігіт сымақ. Отбасыңа қайт. Әйтпесе Тоғжан сенімен ажырасады. Еңілік, тоқташы, дұрыстап түсіндірейін. Еңілік! Түсіндірудің қажеті жоқ, мен сені тыңдағым да келмейді. Оңбаған. Жақсы аға. Жақсы. Көріскен. Сау бол. Бұл сіз бе? Мен сізді келеді деп ойламаппын. Келіңіз, кіріңіз. Енді сізді жайыңызға қалдыра қоймаспын. Келіңіз, отырыңыз. Шынымды айтсам, сізге тіпті не істей алатынымызды да білмеймін. Өткендегі істегеніңізде жетеді. Елігімдегі жерін айырылып қалған соң, өзімді қоярға жер таппай жүрмін. Білесіз бе, бизнес үзіліспен кешуге жол бермейді. Мұнда сіз бірден шешім қабылдап, кез келген жағдайға дайын болуыңыз керек. Бұл бизнеске енді ғана қадам бастым. Қателіктер жіберуі мүмкін. Дегенмен сол қателіктердің өзі тәжірибе деп ойлаймын. Әрине. Қалай болғанда да шешім қабылданды. Жер кеше басқа адамның иелігіне өтті. Мен мұнда басқа мәселемен келдім. Бизнесте түрлі өзгерістерге дайын болу керек деген өзіңіз. Оған қоса, сол өзгерістерді қасқайып тұрып қабылдау керек. Сізде бастапқыда бос жатқан жер алдым. Осы уақытқа дейін егін егіп үлгердім. Енді маған өнімді жинауға рұқсат беріңіз. Сол әділ болады деп ойлаймын. Тым болмаса, шығындарымның бір бөлігін төлерім. Дұрыс. Егіңіз қашан піседі? Енді агрономның айтуы бойынша 1-2 аптадан кейін.
Я, бір-екі күн болса жарайды, мейлі. Сатып алушылармен сөйлесуге болар. Ал енді бір-екі апта дегеніңіз өте көп. Олар келіспейді. Келісе алмаймын десеңіз өзім сөйлесейін. Бұл егістік менікі екенін айтайын. Немесе егістіктің бағасын көтеріп сатыңыз. Әйтпесе ол жерді тегіннен тегін алып тұр. Мұныңыз қиянат. Мәміле бекітіліп қойды. Мен енді еш нәрсе істей алмаймын. Бірақ мен сізге айтайын, сіздің бизнеске икеміңіз бар екен. Егер керек болса, мен сізге сатып алушының телефонын жіберейін. Жоқ, одан да бізге кездесу ұйымдастырып беріңіз. Солай дұрыс болады. Жақсы. Қайырлы күн. Бірден тапсырыс бересіз бе? Су бере салыңызшы. Жақсы, қазір. Я тыңдап тұрмын. сәлем қалың қалай Қайша, саған не керек? амандасқым келмей ме Айтарың болса тез айт. Қазір тұтқаны қоям. Сөйлесуіміз керек. Телефон арқылы айтылатын әңгіме емес. Қайша, сенен маған ештеңе керек емес. Ұқтың ба? Менің қолымда тілеутай тиіскен сені зорлаған туралы нақты айғақтар бар. Түсінбедім. Ол қандай айғақтар? Сосын білесің, егер керек болса, менің бір шартымды орындайсың. Түсінікті. Ертерек айтқанында мүмкін пайдасы сермеді. Ол іс баяғыда жабылған. Бұдан былай маған хабарласпай ақ қойшы. Қызым, азық түлік алу керек еді. Ертең көршіге барып қайтам. Май да бітті. Ауданға барып бірден 50 литр алу керек. Сосын күріштен де 1-2 қапшық алсақ. Апа, азыздан алғы болмай ма? Ақшамыз онсыз да таусылып жатыр. Бір аптадан кейін зейнетақымды аламын. Оған дейін қарызға бере тұратын ешкім жоқ па? Мен ертең жердің жаңа қожайынымен кездесуге барам. Мүмкін содан қарызға ақшаларымыз. Сосын қызанақ сатқан соң қарызын қайтарып береміз. Ал егер де ол саған егінді жинауға рұқсат бермесе ше? Айтпақшы, Аружан құрбысының туған күніне сыйлық алсам ба деген. Той, апа, бармай ақ қойсыншы. Неге? Барғысы кеп тұрса да тұрған не бар? Бағланнан қарызға сұрай тұрайық. Әкесі ғой, беретін шығар. Апа, маған одан ештеңе керек емес. Енді әке деген балаларына көмектесу керек қой. Мен одан бір тиын да алмайым дегем. Енді сол сөзімде тұрам. Мұның дұрыс емес. Бәрібір үйге ер адам керек. Сосын ол ақша таптым деп мені таба аласың ба? Енді еркектердің бәрі ондай емес шығар. Иә. Әйел мен еркектің тең құқылы екенін түсінетін адам тапқанда, мүмкін ойым өзгеріп қалар. Бәрібір еркектің тапқаны берекелі. Міне, қаймақты бітік қатты. Мен күйеуіме тәуелді болғым келмейді, апа. Болмаймын. Қайырлы күн. Сәлеметсіз бе? Сәлем. Мына сайқымазақ не істеп отырмын да? Түсінбедім.
Неге олай дедіңіз? Сатып алушымен кездесем деп едіңіз ғой. Міне сол адам. Келген екенсің. Отыр. Кешіріңіздер, сіздер бір-біріңізді танисыздар ма? өкінішке қарай танимын. Мен де сенімен отырғым келіп тұрған шамалы. Еңлік ханым. Айтарым, егін жинауға уақыт бере алмайым. Құжаттың шаруасы бітісімен тракторлар қызанағымды жермен жексен етеді. Ал мен орнына сүрлем шашып тастаймын. Ойлап қарасақ, саған сүрлем көп пайда алып келмейді. Ал мен тапқан ақшамның 30%-ын саған берем. Тіпті 50%-дан. Ақшаңның маған қажеті де жоқ. Сүрлемді сиырларға берем. Осының бәрін не үшін істедің? Сенің өміріңді қиындату үшін. Міне көрдің бе? Бұл үшін мен бар ақшамды шашуға дайын. Ақымақ. Көріскенше Сәке. Менің жерімді мына адамға қалайша бере салдыңыз? Менің қатысым қанша? Сіз де диханшысыз. Мені аямасаңыз да егінді неге ойламайсыз? Еңлік, мен кәсіпкермін. Ауыл маған ақша төлейді. Сіз сонда өз жұмысыңызды жақсы көрмейсіз бе? Тіпті бір гүлді өсіру қандай қиын екенін білесіз ғой? Ал мұнда егін пісіп дайын тұр, кішкене күтсек болды. Дайын тұрған егінді қалайша жоюға болады? Тоқтаңыз. Мүмкін ол сізді бұлай қорқыту үшін айтқан болар. Мен оны өте жақсы білем. Айтқан міндет түрде істейді. Көрдіңіз ғой, өмірімді күл талқаны жарғысы келеді. Сәтбек мырза, сізден өтініп сұраймын. Келісімді бұзыңыз. Оған жерді бермеңіз, керек десеңіз мен сізге одан да көп ақша беремін. Мен барлық құжаттарға қол қойдым. Енді тек мақұлдау керек. Жақсы. Мен онымен тағы да бір сөйлесіп көрейін, жарай ма? Сіз оны қандай адам екенін білмейсіз. Сонда сені мен сол үшін тоқтаттым. Екеуміз келіскен едік қой. Оны танитын маған неге айтпағансың? Адамды ақымақ қылдың ғой. Арамызда бұрыннан келе жатқан өз есебіміз бар. Оған сенің түк қатысың жоқ. Саған бәрібір емес пе? Бастысы ақшаң төленді ме? Төленді. Құжаттарың дұрыс па? Дұрыс. Енді не дейсің? Бұлай болсын. Қаншалықты қиын іс болса да сен маған мән-жайды түсіндіріп бер. Бұл істе өзім кінәлі болып қалмайын. Сәке, ол менің бетімді қайтарып, мен жігіттік намысыма тиді. Қалай түсінбейсің? Ал ар жағын айтпай-ақ қояйын. Сен маған соншалықты көп ақша төленбейсің. Сондықтан да байқа. Әйтпесе, ойымды өзгертуім мүмкін. Сәке, қанша сұрадың сонша бердің ба? Ал арың мазалап жатса, үстінен тағы 5% қосып берейін. Келісесің бе? Өзіңді қатты ренжіткен екен, ә? Мен саған басқа жерді көрсетсем қайтеді. Мәселе жерде емес екенін өзің жақсы біліп тұрсың ғой. Оның рас. Демек, ол үшін кез келген сомын төлеуге дайын екенсің ғой. Кім ол? Кім емес? Не? Мен саған жерді айтып тұрмын. Қысқасы, Сәке, менің соңғы ұсынысым. Үстінен 10% қосып берейін. Одан кейін мүлдем араласпай-ақ қойшы, өтініш. Мына бәле өміріне қашан кетеді? Дәмханадағы жағдай, сот, әкемнің өлімі, бәріне сол кінәлі. Қызым ау, ондай адамдар өмірде болады. Апа, сіз оны адам дейсіз бе? Ол адам емес, нағыз хайуанның өзі. Қайдан ғана жолықтырдым ғой? Кезінде бағландықта айтқансың, дүниедегі ең жаман адам деп. Апа, бәленің бәрі сол бағланнан басталды. Неге үнемі осындай оңбағандар кезігеді маған? Бірі әні ұрып соқты, одан қашын. Екіншісі мынау тіпті мені өлтіре жаздады. Әкемнің өліміне де сол кінәлі. Мен жоқ дегенім үшін айыптым ба, апа? Тыныш, тыныш қызым, балалар естіп қояды. Терезені жабайын.
бір шешім болу керек. Қайдасың, жұмыстасың ба? Қазір келем. Ал айта бер. Тіпті амандаспайсың ба? Көп сөзді қойшы. Егер шынымен де қолыңда қандай да бір айғақ болса, айт. Әйтпесе, Менде бейне жазба бар. қандай бейне жазба? Қайдан алдың? Сол мейрамханада түсіріп алдым. Оның ішінде не бар? Қазір көрсете алмаймын, телефонымның қуаты бітті. Демек өтірік айтып тұрсың. Сені өтірік алдап қайтем. Телефонымды қуаттап алайын, сосын көрсетем. Ол сенің қолыңда қайдан жүр? Қысқасы, сен Тілеутаймен мейрамханаға барғанда арттарыңнан аңдып жүрдім. Сенің есің дұрыс емес пе? Тілеутай сенің артыңнан жүгіріп жүргенін көріп, Иә, қызғандың ғой. арттарыңнан бардым да, Тілеутай саған тиісіп жатқан кезде түсіріп алдым. Мен ұзақ түсірдім. Онда бәрі анық көрінеді. Дыбысы да естіледі. Сен маған көмектесудің орнына бейне жазбаға түсіріп қарап тұрдың ба? Сен адам емес шығарсың. Басында қуандым. Бәріне сен кінәлі деп ойладым. Бірақ Тілеутайдың оңбаған екен, содан кейін түсіндім. Сол үшін кешірші. Қайша, осының бәрі саған не үшін керек? Саған керек ақша ма? Сенде қайдан ақша болсын? Мен Тілеутайды жазалағым келеді. Жапа шеккен жалғыз сен ғана емес. Егер сен полицияға арыз бермесең, мен жалғыз түк те істей алмаймын. Сотта бейнежазбаны көрсетем. Қайша, сен халықтың алдында мені қарабет қылғың келе ме? Сен өзің ақылды сияқтысың, бірақ түк түсінбейсің. Жапа шеккен жалғыз сен ғана емес. Тілеутай тиіскен тағы 2 қыз тауып қойдым. Олар бәрін айтып беруге қарсы емес. Тек тезірек бастасақ болды. Еңлік, ойлан. Біз ауылымызды Тілеутай сияқты оңбағандардан тазартуымыз керек. Мына жердің бәрі не болып кеткен балам? Сабақты сосын қалай оқисың? Мынаны қайдан алдың? Тауып алдым. Балам, хабарландыруды үйге келмей-ақ, нөмірін жазып алмадың ба? Басқа адамдар жылқын тауып болса, иесіне қалай хабарласа? Оны ойламаппын. Ал мынаны не істейсің? Керек болады жеңіл. Сен де бір... Жарайды, жаза ғой. Диас, бұл сөз бұлай тасымалданбайды ғой. Енді есіме түсті. Бат. Жарайсың, балам. Я Мұхан аға тыңдап тұрмын. Еңлік, сіздер тағы келісе алмаған сияқтысыздар. Солай ма? Келісе алмадық, бірақ ертең тағы барып. Қайдағы ертең? Сіз мұнда не болып жатқанын білесіз бе? Жерді айтасыз ба? Тыныштық па? Иә, бұл жерде бульдозерлар, тракторлар жүр. Олар бәрін құртады. Бәрін түсінесіз бе? Қалай құртады? Кім жүр дейсіз? Тілеутай сонда ма? Өзі жоқ. Бірақ жаңа жалға алушылардың бұйрығы деді. Не істеймін енді? Мұхан аға, жарты сағатқа тоқтата тұрыңызшы. Мен бірдеңесін ойластырам. Ой, оларды қалай тоқтатамын? Білмеймін,
бірдеңе ұйымдастырыңыз. Тіпті болмай жатса трактордың астына түсіңіз. Иә, олар мені сол бетке ойламай басып кетсін. Жарайды, жарты сағатта келем. Айттым ғой, керек болады. Оның есі дұрыс емес, түсінесіз бе? Ол осының бәрін маған әдейі істеп жатыр. Мен түсінген жоқпын. Ол жер сіздікі ме, оныкі ме? Мен сізге айтып тұрмын ғой, жер менікі, ол жаңа жалға алушы. Бірақ жердің толық иесі емес. Ал менің қолымда міне, келісім шарт бар. Омарова Еңлік. Тоқтай тұрыңыз. Алдында келген сіз емес пе? Оның қолында келісім шарт бар ма? Оның қолында түк те жоқ. Келісім шарт бар, бірақ ол әлі күшіне енген жоқ. Мен түк түсінбедім. Оған бұның бәрі не үшін қажет? Басқа істейтін шаруасы жоқ па? Түннің бір уақытында ол жерге бульдозерді жібергеннен не отыр? Мен де соны айтам. Дереу барайықшы, өтінем. Жерді қорғап қалу үшін менің көмекшім сонда жүр. Өтінем, барайықшы тездетіп. Олардың сол жерде екеніне сенімдісіз бе? Иә, жаңа 15 минут бұрын хабарласты. Болыңызшы. Самат мырза. Жарайды, жүріңіз. О, қызым, қайда кеттің, ерте емес пе? Кеше түні бойы сені күтіп шаршадым әбден. Нешеде келдің? Түнгі 3-те келдім. Апа барып жерімді қорғадым. Ана оңбаған Тілеутай қызанақты түгелі жоймақ болып, адамдарын жіберген. Қалай құртпақшы? Жерді түбімен қопаруға бульдозер шақыртқан. Оңбаған екен, а? Енді қалай шештіңдер? Полиция шақырдым. Сосын тракторларды қуып шықты. Бұл уақытша нәрсе, апа. Олар Тілеутайдың жерді жалға алғанын білсе, тракторлар қайта келеді. Енді не істемекші ойым бар? Барып арыз жазам. Тілеутайдың құжаттары бәрі заңды, бәрі бар деп едің ғой. Апа, мен енді басқа жағынан шабуыл жасаймын. Оны бұрынғы бұлттар үшін түрмеге отырғызатын бір әдіс таптым. Бұл туралы Сәтбек білсе, келісім шартты бұзуы мүмкін. Қызым, Тілеутай өте қауіпті адам, абай бол. Апа, уайымдамаңызшы. Менің намысыма тиген үшін, әкемді өлтірген үшін мен міндетті түрде кегімді аламын. Артқа шегінетін жол жоқ. Ай, қызым, ай. Мен сізден бұндай нәрсе күтпедім. Мен ұялатындай еш қылық істеген жоқ. Еңлік көмек сұрады, қол ұшымды бердім. Көмектесетіндей ол сіздің қарындасыңыз ба, жоқ әлде қызыңыз ба? Сонда сіз ше, жақындарға ғана көмектесу керек екен ғой. Өзіңіз тура менің немеренім сияқтысыз. Өзгінің нәрен көріп жүргенмен шаруасы жоқ, адамдардың бәріне көмектесіп жүреді. Жақсы адам болғаны ғой, онда. А сонда сіздіңше мен жаман адаммын ба? Мен сіз түсінбедім аға. Сіз мен жақтасыз ба, жоқ әлде Еңлік жақтасыз ба? Мен сіздердің қарым-қатынастарыңызға араласқан емеспін, араласпаймын да. Онда бұл іске неге араластыңыз? Бұл өнімдердің бәріне еңбегім сіңген. Өз еңбегімді ешкімге таптатпаймын. Қайдағы еңбек? Өзіңіз менің қол астында қаншама жыл жұмыс істегеніңізді ұмытып қалдыңыз ба? Марқұм әкемнің жасаған жақсылығы ше. Бәрін ұмытқан екенсіз. Әкеңіздің жақсылығын өз еңбегіммен өтедім. Өзіме төленген әр тиынды маңдай теріммен таптым. Әкеңіздің құрметтеуге лайықты өз ұстанымдары болды. Сонда не? Маған әкеңнің ұстанымын бұздың дегіңіз келе ме? Әкеңіз бүгінгі істеген әрекетіңізді құптамайтын еді. Әйелге деген қарым-қатынасыңыз мүлде дұрыс емес. Түсінікті. Ал өзіңіз қарым-қатынастарында шаруам жоқ дейсіз. Тез келші бері. Мына кісі бүгіннен бастап жұмыс істемейді. Сыртқа шыға жібер. Жүріңіз соң. Тарт қолыңды. Соңында кіммен қалатыңызды әлі көреміз.
сыртқа шығарып жібер дедім. Тар қолыңды, өзім шығам. Мақпал, әйелдердің бәрін жина да, айт. Еңліктің жанынан біреуін көреді екем, аямаймын. Сәлеметсіз бе, Еңлік? Кешегіден кейін қалай болдыңыз? Жақсы. Ауданға барып келе жатырмын. Өзіңізде не жаңалық? Жаңалық Тілеутаймен сөйлестім. Не дейді? Жұмыстан шығарып жіберді. Солай боларын біліп ем. Бұрыннан кеткім келіп жүрген. Бірақ баратын жер болмады. Түсінікті. Біздің егін қашан піседі? 1-2 апта күтсек, жинай беруге болады. Жақсы. Біздің ондай көп уақытымыз бар ма? Уақытты создыруға тырысам. Алаңдамаңыз. Енді мен қазір боспын. Бір ғана үмітім сізде, Еңлік. Мұқан аға, алаңдамаңыз. Қолымнан келгеннің барлығын істеймін. Кешегі жағдай қайталанбайды деп ойлаймын. Қалай болса да біздің бірнеше күніміз бар ғой. Бір айта кететін жайт. Сізбен араласқан әйелдерді бірден жұмыстан шығарам деп Тілеутай қорқытты. Ешкім онымен ренжісіп, жұмысынан айырылып қалғысы келмейді. Тіпті жылыжайда істемейтін әйелдердің өзі мұнда келмес бұрын мың ойланады. Жарайды. Бір мәнісі болар. Сіз жұмысыңызды жалғастыра беріңіз. Енді менің бос уақытым көп. Не керек? Сөйлесекші. Тағы бір өтірігіңді айтуға келдің бе? Еңлік, Бұл жол не ойлап таптың? мен сені алдаған емеспін. Қазір де алдамаймын. Солай ма? Тоғжанның айтқандары өтірік болды ғой. Немене Тоғжан? Танымайтын Тоғжанға сенесің де танитын Олжасқа сенбейсің бе? Жарайды. 3 минут уақытың бар. Тағы да өтірік айтатын болсаң, Жақсы. Алдымен мынаған қара. сен мені сатып алмақшысың ба? Ол саған берген уәдемде тұра алмағанның ақысы. Тағы не? Еңлік, мен сені алдаған емеспін. Арасында өтірік айтқаным рас, бірақ әдейі емес. Бәрібір алдаған екенсің ғой. Сені кездестірген кезде мен ресми түрде некеде болдым. Мен саған ұсыныс жасаған күні Тоғжанға барып ажырасатынымды айттым. Сенің кім екеніңді, қайда тұратыныңды бәрін жайып салдым. Жасырғым да келмеді. Ал ол болса соны пайдаланып, ауылға келіп бәрін құртыпты. Неге маған бірден айтпадың? Сен тыңдағың келмеді ғой. Тыңдадым, естідім. Енді біздің арамызда ештеңе жоқ. Қалай енді? Сен мен кінәсіз екенін білдің ғой. Менің 2 балам бар. Біреумен бас қоспас бұрын 1000 рет олардың пікірлерін сұрайды. Түсінікті. Демек балалар мені қабылдамағаны ғой, е? Жоқ, мәселе оларда емес. Сенің балаларыңда. Олар әлі кішкентай. Әкелері қашан келіп бетімізден сүйіп құшақтайды деп күтіп отыр. Тоғжанмен қандай қарым-қатынасы болғаны мен үшін маңызды емес. Мәселе мына менде. Біреудің баласын жылатып, әкесін тартып ала алмаймын. Ерте ме кеш пе мен Тоғжанмен ажырасам, жастықпен үйлендім. Екеуміздің айырмашылығымыз да осында. Сен өзіңнің нәпсің рахатың үшін балаларын тастағалы тұрсың. Сен үшін, Еңлік, сен үшін. Мүмкін солай шығар. Мен не істеймін? Мойның асылайын ба? Мен балаларымды жақсы көрем. Бірақ өмір бір орында тұрмайды. Басқа әйелге не үшін үйленгенімді
өскен соң түсініп мені кешірер. Ал мен ол әйел болмаймын. Болғым да келмейді. Жасаған жақсылықтарың үшін саған рахмет. Сенің арқаңда өмірім жақсы жаққа өзгере бастады. Мен балаларымды таңдаймын. Сен де балаларыңа бар. Сау бол. Келе ғой, шай ішейік. Асқа тәбетім жоқ. Жұмыстарың қалай? Не жаңалық? Кейін айтпеден шапа. Басым ауырып тұр. Әлі-ақ бәрі жақсы болады. Дұрыс істедің. Нені айтасыз? Олжастың сені түстен бері далада күтіп тұрғанын көрдім. Келгеніне 3 сағат болды. Көлікте тығылып отырды. Мені көрмейді деп ойлайды ғой деймін. Оны қуып жүргенін көрдіңіз бе? Иә, көрдім. Сен өте турашылсың. Осы мінезімнің кесірінен. Көп қиындыққа тап болып. Есесіне арың таза. Ерте ме, кеш пе, ол да жемісін береді қызым. Қайша, сен менен қашайын дегесің бе? Мені қуып жіберген өзің, енді басқа не істейді? Енді қыз балыққа салындым, ашуландым. Басында өтірік айтып тұрсың деп ойладым. Кейіннен ойланып қарасам, қасыңнан бөтен еркек көрмеппін. Демек, бала менікі. Болса қайтейін? Қайша, сен мен туралы не ойлайтынды білмеймін. Бірақ мен баламнан бас тартпаймын. Ал мен түсік жасадым. Күйеуім жоқ, баланың не қажеті бар? Сенің басың істеме. Ол менің де балам. Мен де алаңдаймын. Асығыстық тіріл жасама. Демек, бала сенікі екенін мойындайсың ба? Осы мәселе жөнінде сенімен сөйлескім келген. Бірақ бұл жерде емес. Ешкім көрмейтін алыстау бір жерге барып отырайық. Қайда? Сен де мені қорқатын болғансың ба? Бұрын ондайың жоқ еді ғой. Жоқ әлде мен туралы ойың өзгерді ме? Ой, сенен кім қорқады? Мен бір кішкентай бала сияқты бастық маған ұрсып тастады. Осының бәрі сіз үшін. Ұрсат деп ойламадым. Мен тек істі қайта қарап шығуын өтіндім. Е? Тексерді. Істі қайта қарады. Оқып берейін бе? Жәбірленуші қайта арыз жазғаннан кейін прокурор тарапынан тексеріс жүргізілді. Тергеу барысында айыптаушыға қарсы дәлелдің аздығы анықталып, істі қайта қарауды ұсынды. Иә. Сонда мен не? Куәгерлердің дұрыс жауап ала алмадым ба? Мен сіздің бас тартып тұрған медициналық сараптамадан қайта бар деп жібердім ғой. Мен дұрыс түсінбедіңіз, Самат. Білем, қолыңыздан келгеннің бәрін істедіңіз. Бірақ қазір менде жаңа айғақ бар. Қандай? Мен куәгер таптым. Ол болған оқиғаны бейне жазбаға жазып алыпты. Бейне жазбада бар ма? Иә. Өзі маған берді. Ол неге бұрын бермеді? Сол кезде неге көмектеспеді? Осыған дейін екеуміз онша араласпайтынбыз. Ал қазір сотта куәгер болуға дайын. Иә. Бұл істі өзгертеді, бірақ... Оған қоса бұған дейін Тілеутайдан зардап шеккен тағы 2 қыз бар.
Тіпті олар да арыз жазуға дайын. Иә. Нағыз детективтің өзі болыпсыз ғой. Сіз бізге полиция қызметке келгіңіз келмей ме? Мен сізді қатырасыз ғой. Мен өзіме де өзгеге де қатысты істе әділдіктің орнағанын қалаймын. күзетшің қайда? Кедергі болмасын деп қайтарып жібердім. Көлікте сөйлесек те болар еді. Қайша, енді сен маған бөтен емессің. Бұл жерде қалай көңіл көтергеніміз есіңде ме? Жүр еске алайықшы. Айтқаны, Нені айтып тұрсың? оған не бердің? Қайша, мен бәрін білемін. Одан да өз еркіңмен мойындай сал. Мен жай сенен кек алғым келді. Сені қызғандым. Ал сен болсың. Оған не бердің дедім мен саған. Бейне жазба. Ол қандай бейне жазбай екен? Мен сендерді мейрамханада түсіріп алғам. Сен оған тиіскен күні. Сонда сен мені аңдып жүрсің ба? А? Сен басың істейме ма? Басың істейме сен? Онда бәрібір ештеңе көрінбейді. Әкел бер. Мен оны өшіріп тастаған сияқтымын. Әкел бер телефон. Сен таба алмайсың, мен өзім көтеремін. Құпия сөзін айт. 1, 10, 2. Құпия сөзін айт дедім мен саған. 1. Ne bunu? Ей, былай тұрш. Не болып жатыр мұнда, я? Ойбай, Ғайшаға бірдеңе болыпты, жедел жәрдем алып кетті. Масқара, не істеп жүр ол мұнда? Білмеймін, Тілеутаймен бірге болған сияқты. Әзірге ешкімді кіргізбей жатыр. Ойбу, мына бәрін істеген осы ма? Оңбаған, түрін құрсын ал басты. Оңбаған, өзіне де сол керек. Бұдан бәрін күтуге болады. Мұратбек, бірден аудан орталығына апарыңдар. Оны мен алып жүретін шама жоқ. Жедел жәрдем кетіп қалды ма? Бара бер. Сіздер не істеп тұрсыздар? Бүгін жұмыс болмайды, үйге қайтамыз. Бүгін біздің жалақы алатын күніміз емес пе? Иә. Қалай істейміз? Енді қашан берілетінін мен білмеймін. Қайтыңыздар болды. Қалай қайтыңыздар? Қалай отырамыз біз? Аш отырамыз ба сонда? Қалай? Сәлем. Қасыңда тұрсам бола ма?
Әрине. Қан қалай? Әпкең жайлы естідім. Қиын болған екен. Жағдай жақсы ма? Кеше барған. Жағдай жақсарып қалды. Ол кісі менің анама көп жамандық істеді. Сонда да Қателеспейтін адам болмайды. Енді анаң оған ренжігенін қойған бар. сенімен дос болып анамды ренжіткім келмеді. Кешірші. Олар іс болды. Сәлем. Қалың қалай? Саған жеміс-жидектер алып келсем, әкеп қойыпты ғой. Мақпал әкелген. Мақпал? Бұл деген жаңалық қой. Иә, біз татуластық. Ол мен ойлағандай нашар адам емес екен. Жарайды. Өзің жағдайың жақсы ма? Таяқ жеген әйелдің жағдайы қалай болып еді? Сен түсінбессің. Қателесесің. Сен не таяқ жекпедің? Кім? Тілеутай ма? Бұрынғы күйеуімнен. Сол ма? Мен білмеппін. Балаларым үшін отбасымды сақтап қалам деп ұрып-соқса да көндім. Соңында шыдай алмаған соң ауылға қашып келген жоқпын ба? Ауылдағылар басқаша айтып еді. Өсекке сенбеу керек екенін білсем де, олардың сөзін тыңдадым. Енді мен туралы да өсек тарататын шығар. Айтса айта берсін. Неге жылайсың? Тілеутай енді саған қолының ұшында тигізе алмайды. Оны түрмеге отырғызады деді. Иә, 15 жыл қабақта қамалатын болды. 15? Мен сен және ана екі қызға жасаған қиянат үшін сонша жыл бердім. Айша, бұның бәрі сенің арқаң. Иә, солай шығар. Бірақ баламды жоғалтып алғаныма қуанайын ба, жылайын ба, оны білмеймін. Дәрігерлерден естідім. Демек, баласын да өлтірген болып тұр ғой. Тілеудайдан бала көтергім келмеген. Бірақ Сәбидің ешқандай кінәсі жоқ. Айша, жылама. Сен әлі-ақ өз теңіңді тауып, бақытты өмір сүресің. Мына денеңдегі жаралар кетсін, бірден саған күйеу іздейміз. Мен істемеймін. Өздері істесін. Мен әйелмін ғой. Жаныңда сенім артатын ер адам болмаса, өмір сүру қиын. Иә, бәрі өз уақытымен. Мен де сен сияқты шынайы махаббатымды күтемін. Бәрі жақсы болады. Тынығып ал. Құдай бәрін көріп тұр. Ешкімді жазасыз қалдырмайды. Әкемнің өліміне ерте ме кеш пе жауап беретінін білген. Иә. Әлі-ақ барлық жасаған қастандығы үшін жауапқа тартылады. Ал енді жылы жайға кім бас көз болады? Жыл жайдың шаруасына Мұханда уақытша жауап етіпті. Енді ол кісі бұрыннан келе жатыр ғой. Сосын Тілеутайдың бір туысы жұмысты қолға алады екен. Оның туысқандары бар ма екен? Ата-анасының қайтыс болғанына көп болған сияқты. Таразда немере ағасы бар екен. Сол шаруаны реттеу үшін осында келе жатыр деген. Анаң үйде екен ғой? Онда қазір айтайық, иә? Жай. Күте тұр. Аружан,
тамаққа келе ғой. Тәбедім жоқ. Анашым ана жақта. Сұңғатты көрдім жаңа. Шақыр келсін. сәлеметсіз бе? Амансыз ба балам? Астарыңыз дәмді болсын. Келе ғой. Ұялма. Айтайын дегенім, біз... Қысқасы былай. Егінді жинай алмай жатқаныңызды балаларға айтқам. Судан Сұңғат. Мен команда жинап қойдым. Жақында каникул басталады. Жаз бойы сіздің жеріңізде жұмыс істесек пе дейміз. Ол деген тосын сый ғой. Атанан қарсы емес пе? Жоқ, клубысына кешесі жылыжайда жұмыс істейді екен. Оларда көмектесуге дайын. Бірақ ақша төлейді дедім. Әрине төлеймін. Бірақ қанша беретінімді әзірге білмеймін. Сұңғат жұмыс біткен соң күнде 1 килограмм қызанақтан алып кетесіңдер деп келісті. Сен нағыз бизнесмен екенсің ғой. Осы еңбегің үшін 3 келі қызанақ алсаңдар болады. Қызым-ау, онда бізге ештеңе қалмайды ғой. Апа, уайымдамаңыз. Қызанақ бәріне жетеді.